Сун Яценнің үш қағидаты Қытайды қалайша өзгертті? 20 ғасырға Қытай батыс державаларына тәуелділік пен ішкі саяси тұрақсыздық жағдайында аяқ басты. Өкімет басында әлі де манчжурлардың Цин әулеті билік етіп отырды. 1905 жылы қытайлық революционер-демократ Сун Яценнің жетекшілігімен бірнеше қытайлық ұйымдардың бірігуі болды. Біріккен одақ Манчжур әулетінің құлатуға ниетті барлық негізгі ұйымдарды қамтыды. Біріккен одақтың негізгі бағдарламасы Сун Яцен тұжырымдаған үш халықтық принципке негізделіп жасалды. Сун Яценнің үш қағидаты ұлтшылдық Манчжур әулетінің билігін құлатып, таза қытайлық билікті қалпына келтіру, халық өкіметі монархиялық билікті жойып, республикалық билікті орнату, халық игілігі, жерге иелік ету құқын теңестіру, жерді ұлт меншігіне айналдыру. Буржуазиялық помещиктік топтар халық игілігі принципіне қарсы шықты. Өйткені жерге помещиктік монополияның жойылуына әкеледі, ал жерге иелік ету құқын теңестіру мүлікті бөлісуге әкеледі деп қорықты. 1911 жылы көктемде Гуанчжоуда Біріккен одақ мүшелері ұйымдастырған ірі көтеріліс бұрқ ете түсті. Революция манчжурлық монархиялық билікті құлату мақсатын көздеді. Сун Яцен 1912 жылдың 1 қаңтарында ант қабылдап, Қытай Республикасының уақытша президенті болып сайланады. Осы уақытта Пекиндегі Манчжур өкіметі сарайдың сенімді қызметшісі генерал Юань Шикайға өтініш жасап, елдің қарулы күштерін өз қолына алуды сұрады. Нәтижесінде Қытайда қос өкімет пайда болады. Оңтүстікте уақытша президент Сун Яцен билік еткен Қытай Республикасы, ал солтүстікте Пекинде әлі де билік иесі саналатын Юань Шикай басқарған императорлық өкімет сақталып тұрды. Мың 1913 жылдан бастап Қытай Юань Шикайдың диктатурасы бойынша өмір сүрді. Осы жылы Сун Яцен жақтастарымен Юань Шикайға қарсы күреске шықты. 1919 жылы қазанда революцияға дайындалу үшін Гоминдан қалпына келтіріледі. 1921 жылы Сун Яцен Қытай Республикасының президенті болып сайланады. 1923 жылы Сун Яцен Кантон үкіметін құрады. Қытайды біріктіру мен жапондықтарға тойтарыс беру үшін коммунистермен ынтымақтастыққа келеді. Мың 1923 жылы қазанда Сун Яценнің өтініші бойынша Кеңес одағынан саяси көмекші ретінде большевиктер Бородин, Павлов, Блюхер және болашақ революциялық армияның кадрларын дайындайтын әскери мамандар тобы келеді. Сун Яценнің негізгі ұраны жер шаруаларға берілсін. Сун Яцен тек ұлы ойшыл ғана емес, ұлы қоғам қайраткері. Оны нақты саясат Конфуцийі деп те атайды. 1925 жылы Пекинде қатерлі дерттен қайтыс болып, Нанкинде жерленеді.